Қайырлы күн менің тыңдармандарым. Сан қилы тағдырлы тыңдағыларыңыз келсе менің арнама тіркеліп, лайк басып, ой пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Және де арнамның дамуына үлкен үлес қоссаңыздар. Авторы Камал Әлпейісова. Бақытпен елес. Сүйінші, әйеліңіз қыз туды. Маржандай тізілген аппақ тістерін көрсеткен, ақсия күлген, ақылатты медбике өзінен хабар күтіп тыпыршып тұрған ерденің түрі бұзылып кеткенін көріп, езуін жия қойды. Салмағы 3 келі 300 грамм, бойы 55 сантиметр, деді сосын бәсең дауыспен. Бойы саған тартқан биік болады екен, деді ерденің қасында тұрған жолдасы Сәбит мәз болып. Қойшей, деді ерден оған жақтырмай қарап. Қаны өте сирек топқа жатады. 4-ші, ризусы минус, деді медбике бар ақпаратты тезірек жеткізгісі келгендей тез сөйлеп. Өйт деген ай, қанның тобы да сенікі ғой, дегенде ойында ештеңе жоқ. Сәбит ерденді иығынан қағып қалып. Сол сәтте булығып әзір тұрған ерден Сәбитті итеріп жіберді де кілт бұрылып перзентхананың қақпасына қарай адымдай жөнелді. Ей, қайда кеттің? Айсұлуға бармаймыз ба? Ерден? Бала күннен бері өскен сырлағы досының әуелі батылсыздану, одан соң ышқыны шыққан дауысы ерденді тоқтата алған жоқ. Артына қарайлап қарамастан қолын бір сілтеді де әрі қарай кете берді. Сол қалпы беті ауған жаққа жүре берген ол бойын билеген өкініш пен ыза ма, әлде өзін өзі аяу ма, әйтеуір бұрын соңды бастан кешпеген бір сезімнен арпалысып, перзентханадан ұзап кеткенін байқаған жоқ. Адамдар мен машиналар езілі қарсылы ағылған үлкен көшеге келіп тірелгенде барып есін жиды. Япырау, менікі не? Айсұлудың ай күні толып, отырғанда аяқ астынан іс-сапарға кететін болған. Қиялы қараған келіншегіне бармасам болмайды. Бастық көнбей отыр деген ант су ішіп, шындығында іс-сапарға өзі сұранған. Айсұлу босанатын кезде қалада болудан. Жоқ, Айсұлу босанғанда өзі күтіп жүрген ол деген сүйінші емес, басқа хабарды естимін дебе. Сол кезде өзімді ұстай алмай қаламын ба деп жүрегі алабұртқан. Ұл болса, әрине, еш уайым жоқ. Онда бұл өзін қалай ұстаса да, қалай тойласа да, әжесі айтатындай сот жоқ. Тек анасының құрсағында жатып ақ мұның жүрегін өркірекпен қойған перзенттің кім екенін білмей ерден амал құрылды. Жұрттың бәріне баласының ұл немесе қыз екен оп-оңай айтып беретін ОЗИ деген озық техника бұларда келгенде дәрменсіз болып шықты. Екі рет түскенде де бала бері қарамай қойыпты. Кімде болса балаңыз әдепті, ибалы болады екен деген дәрігер өзіне телміре қарап тұрған ерденге күлімсірей сөйлеп. Ерден сонда ұялып қалған. Япырай, мені қыздан безер болған біреу ма деп ойлап қалды ма екен деп ойлаған. Бұлай шыға бере қайдан білсін, қыздарын жүрегі езіле жақсы көретін. Жолдастарының арсын-күрсін сөйлеп, алысып, жылысып жататын ұлдарымен салыстырып, тал шыбықтай майысқан қыздарының түр сипаты үшінде, мінез құлқы үшінде іштей марқайған кездері аз еместі. Тіпті екінші қыз туғанда Баракөлдесіңде қажаның жолдастарын, жігіттер, ұл жасау деген қиын боп па? Шотпен шопқандай қобалақ-сабалақ етіп шығара саласыңдар. Бір жері шөртитіп тұрса болды ғой, әйтеуір. Ал қызды хас шебердің қолынан шыққан бұйымдай, қай қырынан қарасаң да көз жауын алатындай өнер туындысындай етіп шығару керек деп қалжыңдаған. Бірақ уақыт өте осындай әңгімелерден кейін сол
шөрт етіп тұрған бір жері бар. Баласының жоқтығы туралы ұры бой жылт ете қалатын болды. Алғашында сонда мән бермейтін, жылт еткен ой бола бойда ұмытыла болатын. Қартая бастаған әкесінің ерденде 2 қыз, ермекте 3 қыз, тегіміз осымен тұйықталатын шығар деп күрсінетінін естіп, шешесінің Аманбаевтардың атын шығаратын бір ұл болса деп, көз жасын сығып алатынын көргелі бері ұлым болса деген ойламаған жерде сап ете қалып, кәдімгідей мазалайтынды шығарды. Бірақ әлденеден қуыстанып ата-анамның тілегі орындалар еді деп өзін өзі ақтауға ұмтылатын. Обалы нешік, жарының жаны жай тапқызбай, көңіл алабұртып жүрген арманның Айсұлу айтқызбай-ақ ұққан. Себебі ұл туу өзінен де арманы еді. Бірақ Алла тағала бұларға анасы айтқандай бір түстес бала берсе, мұның қолынан не келеді? Ерден екеуін 30-ға таяп барып қосылғаны да бұлардың табиғат берген бала сүю мерзімінің өз қатарларынан қарағанда қиынырақ әрі қысқарақ болуына әсер еткендей. Айсұлу сонда да болса үмітін үзген емес. Емделіп жүріп, жасы 40-тан асқанда 3-шісін көтерді. Ерден міне, осы сәби дүниеге келуін қобалжи күтті. Көңілі қаламаған хабарды естіген кезде өзін лайықты ұстай алмай қаламын ба деген қорқыныш та содан туындады. Сосын Айсұлу кім туғанын өз құлағымен естиін, дәрігерлер перзентханаға әкерде хабарлас, самолетпен ұшып жетем дегенде сапарға жүріп кеткен. Сапар деген аты ғана. Мандытып еш тірлік бітірген жоқ. Көңілі алаң болып қайта-қайта телефонға қарап жүргенде Айсұлу перзентханаға кетіп бара жатқанын хабарлаған. Ерденнің дегбірі қашып, өзі білетін барша әулие әнбиелерге сыйынып, бір ұл берші деп жалбарынды. Бірақ көңілінің бір түпкірінде осынымның бәрі бекер ғой деген ұры ой қылаң берген. Жаратушының сезгендері мекен. Айтқандай, әуежайда күтіп алған Сәбит Айсұлудың перзентханаға түскенін естіп, жолай бір құшақ гүл сатып алған. Ол гүлін берсе, Айсұлу мұның келгенін біліп, күтіп отырған шығар. Ал менің жүрісім мынау. Ерден қол көтеріп бір машинаны тоқтатты да үйінің мекен жайын айтты. Ондағы ойы қыздарын перзентханаға ертіп апару болатын. Есіктен кіре берген мұның мойнына асылған Айжан мен Әсел әкесінің құшағына таласып, менің папам, жоқ менің папам деп жүрегін шаттыққа бөледі. Қане, дауласуды қойыңдар, екеуің де папаңмын. Дұрыс, үшеуіңе де, деді Ерден қыздарын бауырына басып, тез киіндір. Перзентханаға барып өпемізді көрейік деп орнынан тұрды. Ерденнің келіншегі босанып, 3-ші қызы дүниеге келуін туралы хабар ағай мен жора жолдастарының құлағына сол күн-ақ жетті. Тағы да қыз ба? Деді Ерденнің ұлдан үмітті екенін білетін кейбіреулер. Бірақ Ерденді көрген кезде қауқаласып, арқасына қағып құттықтап жатты. О, Ерден, әке байытатын болды, деді ауылдағы шатырда көкөні сататын өзбек жігіт. Өз елінде ұзатылған қызы көп, әкенің мәртебелі болатынын білетін ол Ерденді көрген кезде қалбалақтап қолын ала жүгірді. 3 қыз тәрбиелеп өсірген әкенің орны жұмақта, деді көрші тұратын Қажы апа. Айсұлу перзентханадан шыққан күні енесі көрші көлемді шақырып шілдехана жасаған. Қажы апа Ерденнің көңіліндегі алабұртуды сезді ме, әлде өмірден көрген сүйгенін басқаларға да құлақ қағыс естігісі келді ме, кім білсін. Ұлды шаңырақ иесі дейміз ғой, бірақ қыз бала қашанда ата-анаға
жақынырақ деп қойып, біраз әңгіме айтты. Жас келіншектерді біресе күлдіре, біресе күрсіне отырып, не екен соның орарсың, не ексең соны орарсың деген ғой. Қыз туды, әйеліңді кінәлау жөнсіз деген мәселені де қозғап кетті. Әңгіменісінің шілдеханасының көрі телевизордан берілетін ақыл кеңестері тым салмақты болып бара жатқанын байқап, қыз бала әкеге жақын болады дегенді мына Айжан мен Әселден ақ көріп жүрмін. Әкесі дегенде Айсұлу сатып жібереді ғой шіркіндер, деп онысын Ерденге қоштап қояды. Ерден кішкентайын Аружан деп атады. Ару десе дегендей, көзі қарақаттай мөлдіреген, балапан шашы бүйраланып, аппақ жүзіне ерекше әр берген. Сәби күн сайын түрлі қылық шығарып, өсіп келе жатты. Әкесін көргенде жылағанын қоятын. Естіген көрген бойда қолына алса, Ерден кірген бойда қолына алмаса, дүние күйіп кеткенде жылайтынды шығарады. Әкесінің қасында жатса ғана ұйықтайтын әдетке тапты. Ерденнің өзі де Аружанды ерекше жақсы көрді. Үлкен екі қызын да жақсы көрді ғой. Бірақ кішкентай десе ішкен асын жерге қоятын. Қайда барса да қасынан қалдырмай ертіп жүретінді жұрттың көзі де үйренді. Міне, бүгін де мекемелерінде өтетін мерекеменің іс-шараның көрінісі де қызының өзімен ерте келді. Қарсы кездескен бір танысы, ау, мына жігіттің аты кім десе, Ерден қулана қарап, қызым ғой, аты Аружан деді. Ерден байыппен сөйлеп, қой, қайдағы қыз, үйтіп жасырмай қой, сенің қыздарың өсіп кеткен жоқ па? Ал мынауың жігіт, тура, сенің кісілік көшірмен ғой. Маладес деді танысы көзін қысып қойып. Шындығында да бір көрген жан тізеден жоғары қысқа шалбар, жұқа футболка, жеңіл кроссовка киген Аружанның ол не қыз екенін ажырата алмас еді. О, Ерден Мұратханович, ұлыңыз аузыңыздан түсіп қалғанда екен, деді сол жерде келе жатқан Гүлмира есімді тележурналист. Оның осындай іс-шаралық туралы репортаж жүргізіп Ерден білетін. Мен ол емеспін, Аружанмын, деді сәби бұртиып. Солай ма? Өкінішті, ұл болғаныңда вообще күшті болатын еді, деді дауысы құбылта сөйлеген журналист Ерденге көзінің астымен қарап. Қызымның қай жері ұнамай қалды, деді Ерден қылымсынып тұрған журналистке ашулана көз тастап. Ол әлде адам жанына бататын жайлар болатынын білмейтінін теріс қалың біреуме әлде біле тұра өзімдікі дұрыс деп табандап отырып алатындардың қатарынан ба? Айтқан сөзіне титтей қысылмай, ол еместігі, деді басынан бір жағына қисайтып мырс күліп. Шала таныс әйелдің еш қымсынбай айта салған сөздері Ерденнің жүрегіне біз сұғып алғандай әсер етті. Содан бастап Ерден адамдардың сөздеріне астар іздейтінді шығарды. Балалар аман ба, деді ауылдан келген туысқаны кездесіп қалып. Қыздар деуге мені аяп тұр ғой деп ойлады Ерден іштей. Балаларыңызды жаңа жылдық шыршаға әкелсеңіз, мен тізім жазап жатырмын, деді сұрады хатшы қыз. Әдейі қыздарыңызды демей тұр ғой, деген ой жүрегін шаншып өтті. Ақыр аяғы хатшы қызда ұлы жоқ екені мені мүсіркейтін болды деп ойлады мұңайып. Бара-бара ұлының жоқтығы күндіз түнде түсіне кетпейтін болды. Ішінен бір түсіп алып кеуіліп жатқандай, жегі құрттай болып, арман мақсаттарын көмсегелен дегендей өмірде ұлды болуды басқа мұраты жоқ адам қалпында түсірді. Небір қуанышты кездерінде неге менің ұлым жоқ деген ой жылт ете қалып,
асып тасқан көңілін сап тиятын. Шекебас тележурналист мысқылды дауысы құлағында жаңғырып талай рет ұйқысынан шошып оянды. Қап, сені ме? Енді жастығың мыжығылып отырып, бірақ кішігенме не істейді? Еркек болса бар ашуын, ызасын қорқытқан қорғасын да етіп, жұдырығына құйып, өлімші етіп сабар ма еді? Кім біледі? Қарамағанда істейтін біреу болса, жұмысына мін тағып, қудалап күн көрсетпес пе еді? Бәлкім сонда көкірегіндегі қыжылы қайтарма еді. Енді не істей алады? Енді ішкі арпаласына баса алмай аласұрып жүргенде Гүлмира телефон шалды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклін жасап жүргенін, жоспарында бұл туралы да фильм түсірмек ойы бар екенін айтып, кездесуі ұсынды. Ерденнің қаны басына шапқышады. Дәл қазірде өзін ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен оның атарға оғы жоқта еді. Кездесуден үзілді кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкерімен тілдесіп, жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік арбау баурау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, дауысын құбылтып, компанияның ерен табысынды мұның үлесі аса қомақты екендігін бұлайғы жұрт жақсы білетіндіктен айтқанда, адам деген пенде ғой. Осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Бірақ тап сол сәтте, тап осы Шекебастың күні кеше ғана Аружанның ұлы еместігі ұнамағанын мысқылдап айтқандағы құлағында жаңғырып, есіне кенет бірдеңе түскендей бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзінен бері осы әйелді жасытып, жегірініп құм етсем деген бір қыжыл ой пайда болған. Сол ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген. Ерден оңтайлы сәттің келгеніне түсінді. Қабағын серпе қарап, әп бәлем, деді іштей. Бірақ онысын білдірмей, түсін сәл жібітті. Ойланайық, деді. Гүлмира қуанып кетті. Қулығын құрық бойламайтын оның өз себебі бар еді. Ол жолы болатын сезді. Тұрмыста жолы болмай, алғаш бас қосқан адамынан ажырасып кеткен, сол екінші қайтара күйеуге шықпаса ант еткен. Оң солын танып, карьера жасап барып, отбасын құратын шетелдік қыздар ақымақ емес шығар деп, олар құрбыларына. Шетелдік өмір салталына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда бір байқағаны, мұндай қатынастар еркектерге ғана қолайлы екен. Тек қолы, біраз өздері жауапкершілігі жоқ қарым-қатынастан тез жерді. Уақыт болса алақанынан солсылдап төгілген құмдай өтіп жатты. Жасы ұлғая бастағаннан бала сүйгісі келетіндік түсіндірді. Блокноттан ақтарып отырып, осындай бірер жыл бұрын өзі хабарын түсірген генетик келіншектің қолынан туып алып, білесің бе, менің бала туғым келеді, деді амандық саулық сұрасқаннан кейін. Туыңыз, деді ғалым келіншекке күле сөйлеп. Бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім, деді жұмбақтап. Ғалымның келіңіз деген ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді деген бұл мәселені төтесінен қойып, өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз ғой. Маған қолайлы кезеңдерді есептеп шығарып беріңізші. Одан жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білмеймін. Менікі тек өмірге түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бастысыз, өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласып тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білем.
Ол өзіне таңдағанына қараған дәрігерге жұмбақ түрімен күлімдей көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі мықты еді. Қай заманда қазақта ұлы жоқ болуын, атын жоғалуын бар санайтындарын болатынын ол жақсы білетін. Тарихта мұрагер керек екенін, 40 қатын алған хандардың болған қыздарын жан қатарына қоспай балам жоқ дейтін бектердің жер басып жүрегенін жұрттың бәрі білгелі емес пе? Солардың ізбасарлары бүгін заманда да бар екенін, тіпті кейбіреулерінің мұның хабарларында да қатысып, ол десе ішкен асын жерге қойып отырғанын көзбен көріп, ішінде небір қасақысы мен жайғысы бар. Солардың біреуін етегіне неге ұстамасқа? Ол үшін бар болғаны ол туып беру керек. Сосын рахат өмір басталады. Шіркін. Тірі пенде білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсіреген сондықтан өзі білетін ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінде Гүлмираның таңдауы Ерденге түсті. Ақылды, көрікті, бай, лауазымы биік және де басқа кандидатураларға қарағанда жасырақ. Қоғамға әжептәуір танымал, өз саласында анты бар адам. Ең бастысы естуі бойынша соңғы бірер жылда ұлы жоқтығына уайымдап жүр деседі. Ендеше тура маған лайық кандидат екен деп алақанын ысқылап фильмге түсуге келісімін алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкер бұл ойлағандай көп жылантпаған, жақсылығы жорып жымиып қойды. Деректі фильмнің алғашқы бөлігі бермесе жағдайда Ерденнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні былай жүріңіз, мұнда қараңыз, сөйтіңіз, бүйтіңіз деп ағырын шығарған түсірушілерден құтылғанша асқан Ерден қайтадан келесі қойып еді деп ішін іште мың рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртқа шығаруға қашанға әдептілігін жібермейді. Кешке таман бұл үшін жұмыс істеп құлаш-құлаш таспасын шығарған түсірілім жасаушылардың бастан бос қайтарудан ұят санап дастарханға шақырды. Коньяк ішіп, көңіліндегі топ ұзағырақ отырып, қас қарайғанда жолға шықты. Алдында ғана коньяктан басым айналып тұр. Сәл жата тұрайыншы деп диванға қисайған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бірін-бірін жымың-жымың етіп қарап, бастарын шайқап қалаға өздері кетті. Ерден үйіне ертеңіне ғана түн ортасында ауғанда оралды. Фильм теледидардан көрсетілгенде Ерденнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Күйеуінің қажеті қанша дегенмен қарамай, асты төк дастархан жайып, шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Өздері көңілді жандар екен деп ойлады. Ас үй мен дастархан арасында зыр жүгіріп жүріп, журналистер келіншегін тым еркіндігін, кәсіптік ерекшеліктеріне балады. Ерденнің өзін сәл қолайсыздау ұстағанына қонақтардың әлденеге жымыңдасып бірін-бірі түртпелектеп отырғанын тіпті мән берген жоқ. Қыстық алғашқы айында Гүлмира Ерденге телефон соғып, өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң деді Ерден. Мен семьямды тастап, саған үйленемін деп уәде берген емеспін. Үйленбей-ақ қой, деді әйел неғырлай сөйлеп. Ұлың әкесіз өседі дегенде Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Сонда да өзін ұстап, дауыс мәнерін өзгерткен жоқ. Көріп келдік дегенде бар ма еді? Ол екенін қайдан біліп қойдың? Есесіне сен ғалым емессің бе? 21 ғасырдың баласының жынысын алғашқы аппараттан ақ білуге болатын естімеп пе едің, деді еш шаспай. Ерденнің тілі күрмеленіп ештеңе дей алмады. Жаманат жерде жатпайтындығы тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгіменің бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың
Ашылу сөздерінен үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін, бірақ сен оны сенен артық көрмегенмін, бірақ барған жоқпын, деді барал болғанын. Өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады. Жек көріп, бір төсекте жаттым дегеніңді барып ақмақтарға айтыңдар. Сенбесең қой, шынымен сол. Әуелдеге ұлың жоқ дегенің үшін оны жер етіп төмендеткім келді. Ал әйел үшін қорлықтың зары еркектің өз ойын орындаған соң оны тастап кетуі. Мен де оны соңымнан жүгіртпейін, кірітіп етіп жалындырайын дегенмін. Бірақ ол менен асып түсті. Ұл туды, деп соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрін де түсінді. Бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін ерденің қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезеді. Бірақ бақыт баланың ұл немесе қыз болуында ма екен? Осынша құрбандыққа апарған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кім кепіл? Қыздарын айналтып, үйірілтіп, елжіреткен әкелік сезімін бірақ сәтте ұмыттырған ұл, жарық дүниеге келер жолынан тап өзіңді 3 перзенттің көз жасы төгілгенін сезесің бе? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл, өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытырық ойға шымырлаған Айсұлу ерденге біреулердің жылыту арқылы бақытты болуы мүмкін еместігін айтқысы келген. Бірақ дәл қазір оның ұлды болғаннан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгіменің созудың қажеті жоқ екен деп шешті. Ұлды армандағаныңды білем, бірақ менің арманымның арман емес, өмірімнің бар мәні перзентімнің жынысымен есептейтін ауруға айналғанын өкінішті. Сондықтан, деді Ашылу көзімен ерденге бұрылып, жолыңа кессе көлденең тұрып қайтемін. Бар, жолың ашық, бірақ ойнастан туған ұл оңбас деген сөздің бекер айтылмағанын ұмытпа, деп жалт теріс қарады. Қашанда өз пікірін білдіру үшін оны ішкі безінбеген салынып, таразылығы алып барып сөйлейтін Айсұлудың соңғы сөздері денесін тітірткен. Ерден есікке беттей беріп жалт тоқтай қалды. Қарсы мәж айтқысы келген аузына дәлелді сөз түспеді. Содан соң, ой, қазақ не демейді, деді де қолын бір сілтіп, өзін маған не қатысы бар деген оймен алдындырап кетуге бет алды. Жанары жасқа толған Айсұлу жатын бөлмелерінің иығын сәл құйғаштап шыға берген Ерденді көзбен ұзатып, екеуара небір тәтті уақыт сынаптай сырғып, арада бірталай жыл өтті. Алма-кезек ауысқан жыл мезгілдерімен бірге Айсұлудың отбасында көктемде шуақты, қыстай қатты, жаз бен күзде мәуелі оқиғалар болып, кезінде ұяларынан шырқын бұзған жай да бірте-бірте ұмытылған сияқты. Жыл сайын жаңа қызығымен, кездейсоқ сынымен келген өмір ағыны шынақ ұмыттырды ма? Әлде ұмытқан сыңдай танытты ма? Әйтеуір Айсұлу мен қыздары сол оқиғаны еске алмайтын. Тек анасы адамды қолдан келгенше жақсылық жасауға ұмтылу керек деген кезде Әселдің қалай ойлайсыз, істеген жамандығының өзіне қайтарып оралғанын біреулер біледі ме екен деп сұраулы жүзбен қарағаны болмаса. Айсұлудың асыл таспен таспақта көштен қалып жатқан жоқпыз, шүкір, деді Аржанның әне бір күні. Асып тасқандар туралы да естіп жүрміз, деді қалғаны болмаса. Айсұлу қыздарының нені меңзеп айтқандарын әрине түсінбейді емес, бірақ әңгімені өрбітпеуші еді.
Тіпті қой балам, әкең байғұс жетісіп жүр дейсің бе? Деп тоқтау салатын кездері көп. Себебі ұл таппаған әйелмен тоқтау салатын кездері көп. Себебі ұл тапқан әйелмен некелессе де көңілі жарастыра алмаған Ерденнің ішкілікке салынып үйінің берекесін кетіргенін, тіпті оған қол жұмсап істі болып жаздағанын, Гүлмираның қайын атасына барып, балаңызды құтқарыңыздар деп жалынып, бұларда естіген еді. 6 айда ұлы кәмелетке толғанда Ерденнің сол жаңа шетелдік машина сыйлағанын, баласының оны атта өтпей жатып қиратып, өзі әупірімдеп тірі қалғанына да хабардар болған. Сондықтан да бір кездері сүйіп қосылған жарыныңнан адасып, жолдастарының арасында жарқ-жұрқ жетіп жүретін есіл азаматтың соншақ құлдырап кеткенін ойлап, Ерденді аяйтын Айсұлу. Анасының қас-қабағынан баққан қыздары да сосын бұл тақырыпты қаузай бермейтін. Оның сезімін құрметпен аялап тірлік етіп жатты. Осылайша бір-бірінің жанын түсініп өзара елбесе жайма шуақ күн кешкен отбасы жаңа жыл қарсаңындағы тымақ кеште аяқ астынан дүрлікті. Беймезгіл уақытта телефон шалған Айжан Ерденнің ұлыма мас болып топтасып қыз зорлады деген айыппен қамауға түскенін хабарлады. Бұларды шошытқан хабардың екінші бөлігі еді. Ұлымен жолығуға жанашырып келе жатқан Ерденнің өзі машинасымен аударылып, ауыр халде Айжан жұмыс істейтін ауруханаға жеткізілді. Жедел жәрдем келгенше далада жатып қалып, қан көп жоғалтыпты, деді дауысы дірілдеп. Қан табылмай жатыр, сирек топқа жатады ғой. 4-ші минус резус фактор. Қан талдамалары дайын болған соң, нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Хамитбек аға екеуміз операция жасайтын болдық. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті. Ерден таң ата наркоздан оянғанда қасында Сәбит отыр еді. Қиналғанда, қуанғанда да жанынан табылатын адал дос Ерден ауруханаға түскелі бері көкте Аллаға жалбарынып, жерде дәрігерлерге жалынып, күні түні осында жүрген. Төсегінің қасында ақалат киіп, мүлігіп отырған Сәбитті көргенде Ерденнің есі кіріп, көз алдына бүкіл оқиға зырылдап өте бастады. Жол, сапырласқан адамдар, оны машиналар, қарсы келген машинамен гүрс етіп соқысқаны. Қайда асығыс еді? Ұлы ұсталды, деп хабарлап еді ғой. Жаны қиналған Ерден ыңыранды. Сәбит селт етіп, мұның бетіне үңілді. Ерденнің көзін ашқанын көріп, жүрегі жарылардай қуанған ол досының ерні жыбырлап жатқанын байқап құлағы тосты. Ұлым, деді тілі икемге әзер келген Ерден сыбырлап сөйлеп. Әлгенде ғана досы тіршілік белгісін білгенде, бойы билеген, қуаныш билеген, су сепкендей басылып Сәбит. Ұлың бар болсын, деді кейінгі үнмен. Өзің өліп қала жаздадың ғой дегенінен артықтау кеткенін сезіп, тергеу изоляторында адвокат іздеп жатырмыз, деді қысқа сөйлеп. Ерден тағы ыңыранды. Сәбит оның ұлын ойлап, қиналып жатқан түсінді. Бірақ өз жүрегінде оның ұлына деген теттейде аяушылық сезімі жоқ еді. Керісінше, досының басын жыл сайын бір шырғалаңға салатын ұлды қолына түссе түтіп жіберердей зығырданы қайнап, бірақ онысы Ерденге айта алмай, булығып тістеніп, іштен тынды. Тексіз неме, деді іштей. Жатырынан жатқан деп осындайды айтады екен ғой. Өткен жолы көлік апатына қатысты іс қозғалып, Ерден екеуі ішкі істер басқармаларының табалдырығын тоздырып жүргендерін бүгінде әжептәуір қызмет атқарған ермек бұлқан-талқан болып,
Аманбаевтардың аты шықпай қалады деп едің. Шықты әне, ертең-ақ бүкіл газетке шулайды. Бизнесмен Аманбаевтың ұлы істі болды деп жеттіңдер ме армандарыңа? Деп әке-шешесіне дүрсе қоя бергенде куә болған Сәбит бүгін өзі де сондағы ермектің күйін кешіп отырғандай. Көзінің астымен Ерденге қарап қойды. Наркоздың күші қайтып, сынған сүйектері сырқырап, жарақаттары жанына батып жатса керек. Ол ыңқылдай дем алып үнсіз жатыр. Байғұс досым, дейді Сәбит іштей. Ол деп әдемі отбасыңды тастап кетіп едің. Не көрсетті сол ұл? Қасықтап жиған абыройыңды шелектеп төкті. Қасыңда дос қалмады. Тоз теріс айналып кетті. Енді міне жатырсың өлі мен тірінің арасында, деді бетімен кеткен ұлды уайымдап. Біршама уақыттан кейін Ерден ыңылдауын азайтып, дем алысы қалпына келе бастап, кірпігінің дір-дір етіп ара-тұра ернін жымырғанын, демі дірілдеп күрсінгені, оның көзі жамылу болса да ояу жатқан болған жайды ойша сараптап, тығырықтан шығар жолды іздестіріп жатқанын хабар бергендей. Сәбит, деді бір кезде ап-анық сөйлеп, сен мұнда отырмасайшы, ана баланы шығару керек. Ермек қайда? Әуелі өзің қалпыңа кел, сосын ойласамыз ғой, деді Сәбит онша ыңғай бермей. Ерден досының таңырқай қарады. Ойланатын несі бар дейтін. Сәбит қитығып үндемеді. Жоғары жақты естігенде інісі Ермектің дегенін Ерден қайдан білсін? Шынын келсе Сәбиттің де абыройсыз іске араласқаны жоқ. Тек досының басы аман қалғанын тілеп жүгіріп жүрген жайы бар еді. Оның үсті соңғы күндері оқиғаның көптің көзін ашып, кімнің кім екен, өмірде шынайы құндылықтардың не екенін танытқандай. Соның бәрін Ерденге айтайын десе, өлім аузына қалған досын аяйды. Үндемегенмен сондықтан. Сәбит, деді тағы да Ерден, сен ана жақта не бар, не істесе де ол менің балам, құтқаруымыз керек. Сәбитті ашу қысты. Ерденнің жағдайын ойлап, өзін қанша ұстайын десе де, болыққан сезімі ырық бермей, бар ойын лақ еткізіп ақтара салды. Бала емес ол, бәле. Не, бетімізбен құтқарамыз. Ол төбеңе көтергенде не жақсылығын көрсетті, айтшы, деді даусын жуандап. Ерден жаңа ғана жайбарақат отырған адамдардың бұрқ ете қалғанын түсінбей аң-таң. Сәбит болса орындаған жылжытпай тақап келіп, демі дірілдеп ауыр тыныстады. Саған операцияны кім жасағанын білесің бе, деп сұрады. Ерден кім дегенде сұраулы кейіппен қасын керді. Айжан, 6 сағат бойы, соны айтқанда жан дүниесін астан-кестен еткен алапат сезімін ірке алмай, Сәбиттің көзінен жас ыршып кетті. Сосын дәл қазір айтпаса мүлде айта алмай қалатындай асығыс аптығып сөйлей бастады. Қан көп кетіп қалыпты. Қаладағы қан орталығынан алынған қан жетпейді дегесін теледидардан хабарласуды бердік. Адам шықпады. Сенің қаның сирек топтан жатады ғой. Үмітіміз үзілгендей болғанда бір кезде бір студент қыз өзін іздеп келді, деді, естідік. Бірден операция жасау бөліміне апарып тікелей қан құйыпты. Жаның соның арқасында қалды. Кейінен рахмет айтайық деп іздесек, білесің бе кім екенін, кім боп шыққанын? Ол Ауружан, деді еліктей жылап. Ерденнің өңі құп-қу боп кетті. Мұндай хабарды күтпегені соншалық не айтудың ретін таппай ыңырсып басын шайқай берді. Бірдеңе дейін десе, кезінде өзі
аяғына жығылған қыздарын жылатып тастап кеткен көз алдында елестеп, тынысы тарылып, аяқ-қолы сіресіп қатты да қалды. «Соған айтарым мынау», деді сәлден соң лықымын сезімін тоқтау салып. Сабырлы қалпына түскен Сәбит сөзін жалғастырып: «Жаның олжа, жол ортасынан келгенде қайдағы бір елеске елітіп, бақытыңды басқа тептің, өмірің». Сөзін қалта телефонның шырылдағаны бұзды. Айсұлу екен. «Оянды ма?» деді ол үрей аралас үнмен. «Оянды». «Ух!» Айсұлу үнсіз қалды. Сәбит оның жылап тұрғанын сезді. Өзінің де көңілі босап, ештеңе дей алмады. Сол кезде басынан бері төбеге қарап мелшиіп жатқан ерден тіл қатты. «Айсұлу ма?» «Иә, Айсұлу. Телефоныңды маған берші». Сәбит досының таңырқай қарап, аз-кем үнсіз қалды. Сосын қалабағаттап әуелі телефонын арғы жақтағы Айсұлуға тіл қатты. «Ерден сұрап жатыр. Сөйлесесің бе?» Айсұлу үндемеді. Не ойлап, қандай күй кешкенін оның өзіне ғана аян. Ал жауап күтіп тосқан уақыт Сәбитке таусылмайтын ұзақ болып көрінді. Бірақ үнсіздіктен кейін Айсұлу көмілжей тіл қатты. «Жоға, сәлем айтсаңыз ғой, қайда жүрсе де аман болсын».